Қайырлы таң, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Студиямызда қонақта әнші Ұлту Қабаева. Ұлту Қабаева, әнші, 1967 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің орталық ансамблінде әнші болып, бірнеше жыл өнер көрсеткен ол бүгінде дана ана, асыл әже. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Сіздер нешеде оянасыздар таңертең, сіздердің отбасыларыңыз? Әрине. Бұрын қалай еді, келін түсіргеннен кейін қалай болды, жұмысқа шыққаннан кейін қалай болды, өзгерістер бар ма? Әрине, келін түскеннен кейін жатып алмаймыз ғой. Өзіміздің дағдыланған әдет бойынша сағат 7-де таңда тұрамыз бәріміз. Керісінше қолыңыз ұзарған жоқ па? Енді ұзарды. Енді немере бар деген сияқты. Ол бізден де ерте тұрады. Сол себептен баланы да шығып жатқасын, сіз онда баланы алу керек. Өзімізді жақсы сағынып тұрамыз, таңатпен тұра қаламыз да, сол баламызға қарай жүгіреміз. Сіздің сахнадан көрінбей кеткеніңіздің сыры онда сонда шығар? Оған да байланысты емес шығар енді. Атам қазақ шақырған жерден қалма, шақырмаса барма дейді. Өз басым жаңағы мен осындай концертке шығайын деп барып көрмеппін. Ал шақырса ешқашан қалған емеспін. Яғни сіз шығармашылық демалысқа кеткен жоқсыз ғой, иә? Көптен бері жаңа бейнебаяныңызды көрмей жүрміз. Әлде түсіруді қойдыңыз ба мүлдем? Біз негізі бейнебаянды түсірдік кезінде. Бірақ қазір енді біз сол бейнебаяннан гөрі жаңа көбірек әндер жинап, сіздер өзіңіз айтасыздар ғой, көптен бері көрінбей қалдық. Халықтың сұрауы бойынша, Алла берса, осы қазан айында 11 күні біз жолдасымыз екеуміз, Рамазан екеуміз жаңағы өзіміздің жеке концертімізді берген жатырмыз. Алғашқы жеке концерт. Бірге бірлесіп беріп отыр. Тамаша. Дайындық қалай енді? Қошырақ қоңыр әуен деген әнтпен өмірші қарса күні өсіп театрында концерт береміз. Бәршаңызды шақырамыз. Телевизиялық түсірілім болады ғой. Әрине. Рамазан аға бірнеше ән орындайды, сіз бірнеше ән орындайсыздар, дуэт орындайсыздар. Блок-блокпен бөріп қойдық, өзіңіз білесіз, ағаларыңыз өзінің домбырасымен, қара домбырасымен, өзінің эстрадамен солай кезектесіп, өзіміздің жақсы әндеріміз бар, жаңадан осы қазақ хандығына арналған жаңа әндер. Негізі 90% жаңа әндерден құралады. Бұрын аға екеуіңізді бірге жиі көретін едік сахнадан. Кейін кездері ағаны көп көреміз, сізді көрмейміз, неге? Жаңа өзіңіздеріңіз айтқандай себептермен. Немере бағып отырсыз ғой? Немереміз, ұстазбыз дегендей көп қой жұмыстар. Ал ол сахнада жаңағы сіздердің жеке концерттеріңіз болатын сахнада сіздерден басқа кімдер болады? Енді бұл біздің өзіміздің творчестволық портретіміз, ешкімде болмайды, екеуміз ғана болады. Тек екеуіңіз ғана боласыздар. Тұрсын Жаншапайдың бірнеше тамаша әндерін орындайсыздар. Бұл кеште тағы да қандай авторлардың әндері орындалады? Бұл кеште көп естілмеген жаңа авторлар орындалады. Өздеріңіз келіңіздер, тамашалайсыздар. Әсіресе мынау Алтай жақтағы, Қытай жақтан келген жақсы композитор бауырларымыз бар, сол кісілердің әндері орындалады. Яғни бұрынғы халық әндері де, жаңа авторлық әндері де болады. Тамаша. Енді әңгімемізді осы жерден үзе отырайық. Қазір тілшілеріміз дайындаған қызықты бейнематериал бар, одан кейін сұхбатымызға ораламыз. Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы әнші Ұлту Қабаева. Ұлту апай, айтыңызшы, осы кейін кезде әншілердің тойға бару, яғни той бизнесі қатты сыналып жатыр. Сіз соған қалай қарайсыз? Қазіргі таңда бір жаңағы айлыққа қарап отыру мүмкін емес қой. Тіпті өнер адамдар халық көп сынайды бір жағынан сын көздер де көп, бір жағынан жаңағы неге клип түсірмейсіздер, неге жаңа жазбайсыздар дейді, оның бәрі қаражатқа тіреледі ғой. Олар енді сол көбінесе сол қаражаттың тапшылығына барады деп ойлаймын өз басым. Бір жағынан енді халық қалап сұрап тұрса неге бармасқа. Мысалы, осы көп жерде үлкен концертке келмейтін ағаларымыз сол той домалақта отырады. Дұрыс қой, енді қазір әншілердің негізгі табыс көзі ол той, өйткені бұрындары альбом сатылатын еді. Ән жинақтар шығарып сатуға болар еді. Қазір оның барлығы қалды. Қазір тек қана концерт береді. Ол концерт берудің өзі де пайдасынан шығыны көп. Дұрыс айтасыз. Жарығы бар, дыбысы бар, басқасы бар, дайындығы бар. Түсінікті нәрсе. Енді қазір барлығы әншінің арманы хит ән табу. Бұрын сазгер аз, жақсы ән көп еді, қазір керісінше сазгер көпті, бірақ жақсы ән аз сияқты. Сіздер үшін не маңызды? Хит ән маңызды ма, жоқ әлде дұрыс ән, жаңағы халыққа бір дұрыс рухани дүние, рухани нәр беретін? Әрине, енді дұрыс па? Таңдаушы өзінің керегін таңдап алады. Ал біз енді кәдімгі оқыған, жаңа сауатты әнші ретінде
біз міндетті түрде бірінші ол халыққа жанына жағатын, халық іздеп жүрген, жаңағы мұңы жоқтайтын, немесе ішіндегісін қозғай алатындай сөзі бар, мәні бар әндерді іздейміз. Оны хит болмау ол міндет емес шығар. Дегенмен де әр адам өзіне керек әндерін соның ішінен тауып жатады. Әншіні өзі қалап таңдайды. Сонда әнді таңдағанда әннің сөзіне мән бересіз? Міндетті түрде әніне, әуеніне бір-біріне келіп тұру керек. Жаңа өзіміз айтып отырмыз ғой, негізгі табыс көзі ол той деп. Тойға арнап ән жазып жатыр қазір әншілердің барлығында дерлік, барлық әншіде қазір тойға арналған әндер бар. Сіздерде ондай әндер бар ма? Ондай әндер бар, міндетті түрде болу керек қой. Ал ән таңдаған кезде кім таңдайды, сіз ба, аға ма үйде? Жоқ, әркім өз әнін өзі таңдайды міндетті түрде. Ал егер бірге айтатын болсаңыздар, Бірге әнді таңдайтын болса, онда бірге отырып талқыға салып, осыдан келеді деп дегенмен таңдаймыз. шыныңыз айтыңызшы, кім жеңеді енді? Сіз ба, Рамазан ағаның сөзі басымдау ма бұл жерде? Енді ән кімге бірінші жағып тұрса, сол өзінікін растап шығуға тырысады. Дегенмен де көбінесе дуэт әндерді ол мынау сізге келеді деп бөлмейміз, міндетті түрде айтып көреміз, егер біздің жүрегімізден өтіп жатса, сонда ғана қабылдаймыз. Қазіргі эстрада жастар келіп жатыр, көптеген бақылап жүрсіздер ме? Бақылап жүрсіздер ғой енді. Кімдерді атап айта аласыз, кәсіби музыкант, әнші ретінде? Енді алуан жүйрік бар, әліне қалар сабат дейді. Мен біреудің көзін шұқып былай деп айта алмаймын. Енді бұл енді көзге түскен бәйге ғой. Иә. Енді қазіргі жастардың ішінде мысалы, қазір жақында ғана міне Ермолаға барып келді ғой. Біздің Қанат пен Айткүл достарымыздың баласы. Иә. Димаш деген жігіт, Светамен, иә, Светамен Қанаттың баласы. Қандай жарқырап тұрған жігіт. Міне ұялмай айтатындай, көрсететіндей, міне қазақтың жігіттері деп айтатындай жігіттер. Димаш Құдайбергенов. Жарқ етіп шықты ғой. Ал сіздерде шәкірт бар ма? Шәкірт Аллаға шүкір дайындап жатырмыз. Халықтың алдына қашан алып шығасыздар шәкірт? Шықты жүр, енді бастап жатыр ғой жастарымыз. Болашақта үлкен үміт күтетін шәкірттеріміз бар. Оны уақыт көрсетеді ғой. Жақсы. Көп рахмет Ұлду ханым, таңертең уақыт тауып біздің студиямызға келіп, әдемі сұхбат бергеніңізге. Көрерменге айтар таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Бірші халыққа тек қана күндеріңіз арайлап атсын, жақсы күндеріңіз көп болсын. Біз сіздерді концертте күтеміз, келіңіздер. Тамаша. Біз де сіздердің концерттеріңізге барамыз. Концерт жақсы өтсін деген тілек білдіреміз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет көп сіздерге. Баршаңызға табыс тілейміз.